Сәлем достар, бүгін Леди Макбет атты киноға шолу жасаймыз. Алдымен менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, бұл мен үшін өте маңызды. Оқиға 19 ғасырда Англияда өтеді. 1865 жылы жас қыз Кетрин қатыгез отбасына тұрмысқа шығады. Оған сыртқа шығып серуендеуге тыйым салады. Күйеуі мен қайын атасы оны қорлайды. Күйеуінің есімі Александр. Александрдың әкесі Борис, бай дворян. Кетрин мен Александрдың арасында ешқандай қарым-қатынас жоқ. Александрдың әйеліне деген қызығушылығы тек оны жалаңаш күйде қараумен ғана шектеледі. Бірде қайын атасы мен күйеуі жоқ кезде Кетрин жалғыз қалып, ауладағы шуды естиді. Онда күйеуінің шаруа қожалығының жұмысшылары қызметшіні келекетіп, жалаңаш күйінде жоғарға іліп қояды. Кетрин қорлауды тоқтатып, жұмысшыларға қызметші қызды жіберуге мәжбүрлейді. Алайда олардың тобырының арасынан Кетрин Себастьян есімді жаңа қызметкерді байқап, оған қызығушылық таныта бастайды. Қайын атасы мен күйеуі жоқта Кетрин айналадағы егістіктерді аралай бастайды, және серуендеу кезінде Себастьянмен кездеседі. Бір күні түнде Кетриннің жатын бөлмесі қағылды. Себастьян кіріп келіп, зерікпедің бе деп сұрақ қояды. Кетрин басында оған қарсылық көрсетеді. Бірақ екеуінің арасында құмарлық пайда болып, жаман нәрсемен айналысады. Оны қызметші Анна көріп қояды. Кәдімгі серуендеу кезінде Анна Себастьянды кездестіреді. Ол оған үй иесімен кездесудің салдары туралы ескертіп, Себастьянды қорқытады. Кетрин қайын атасымен кешкі ас алдын қатты мас болып қалып, шараптың соңғы бөтелкесін ішеді. Біраз уақыттан кейін үстел басында Кетриннің қайын атасы күйеуінен жаңалық бар ма деп сұрайды. Кетрин күліп жауап береді. Борис Аннадан шарап сұрайды, бірақ Анна иесіне шараптың біткенін айтуға мәжбүр болады. Оған жануарлар секілді 4 аяқпен кетуді бұйырады. Анна Кетринді сатып кеткісі келмей, барлық қорлауды момын қабылдайды. Келесі күні таңертең Борис жұмысшыларға келіп, Себастьянды таяқпен ұрып-соғып, қамауға алуды бұйырады. Кетрин өзінің сүйіктісін іздеп үйді айналып жүгіреді, бірақ ақыры оның тұтқындалуының артында кім тұрғанын түсінеді. Әйел қайын атасына Себастьянды босатуын бұйырады. Бірақ ол Кетриннің бетінен шапалақпен ұрып, әйелдік міндетін қалай орындайтынын, ұлынан әлі жүкті емес екені туралы ойлануға шақырады. Келесі күні таңғы ас кезінде Кетрин тағы да Себастьянды жіберуді талап етеді. Борис ашуланып таңғы асын ішу үшін басқа бөлмеге кіреді. Кетрин оны бөлмеге қамап, есікті ашуға тыйым салады. Үй иесінің өзі осы уақытта таңғы ас ішіп отыр. Борис шығуға тырысады, есік қағады, бірақ Кетрин қызметшіге отыруын талап етеді. Содан кейін Кетрин Аннаға дәрігерге ауылға жүгіруді бұйырады. Осы кезде Кетрин Себастьянды босатады. Борис қайтыс болды, ал оның ұлы жерлеуге үйіне келмейді. Кетрин қайын атасымен фотоға түседі. Бұл Кетрин үйдің толыққанды иесі болып қала беретінін білдіреді. Енді ол Себастьянмен кедергісіз кездесе алады. Күйеуінің киімін беріп үй иесі деп атайды. Анна жерлеу рәсімінен кейін дауысын жоғалтады. Кетрин оған енді басқа қызметші қыз тамақ пісіріп, тамақ әкелетінін айтады. Осылайша Аннаны күнде орманда жинайтын саңырау құлақтар мен қайын атасын өлтірді деп айыптайды. Осыдан кейін Кетрин Себастьянмен жағдайды талқылайды. Ол Аннаны бәрін айтып береді деп қорқады. Кетрин оның сөйлей алмайтынын айтады, күйеуінің қайтып оралмайтынына және олар тату өмір сүре алатынына сенеді. Ерлі зайыптылар да бір-біріне деген сүйіспеншіліктерін мойындап, өздерін күйеу мен әйел сияқты сезінеді. Кетрин түнде кенеттен оянады. Терезеден басқа біреудің атын байқап, күйеуінің қайтып келгенін түсінеді. Ол Себастьянды басқа бөлмеге жасырады. Александр бөлмеге кіріп, еденнен Себастьян ұмытып кеткен белбеуді тауып алады. Кетрин оны орманнан таптым деп өтірік айтуға тырысады, бірақ күйеуі оған сенбеді және тағы бірнеше нәрсені байқады. Кетрин сөзді басқаға бұрып шай ұсынады. Бірақ Александр Кетриннің басқа адаммен байланысы туралы нақты меңзейді. Александр Кетрин туралы қауесеттер бүкіл Англияға тарап кеткенін және ол тек өзінің атын ғана емес, сонымен бірге оның отбасында масқаралап жатқанын айтады. Күйеуі Кетринді қолында дұға кітапшасымен үйге қамап тастамақшы. Кетрин оған жауап ретінде Себастьянды көрші бөлмеден шығарып, күйеуінің көзінше ұятсыздық танытады. Ашуланған Александр ғашықтарға шабуыл жасап, Себастьянды ұрып соғады. Кішкентай жанжал кезінде Кетрин күйеуін каминдік пакермен ұрып өлтіреді. Ғашықтар өлікті жасыру үшін Александрдың денесін жерге көміп, жылқысын орман ішінде атып кетеді. Ертеңіне ұйықтау мүмкін емес еді. Себастьян кісі өлтіргенін ұмыта алмай, қазір онымен қалай өмір сүру керектігін білмейтінін айтады.
Кэтрин оған жалпы игілік үшін жасағандай, оны ұмыту керектігін айтады. Агнес есімді әйел Кэтриннің үйіне келіп, оның кішкентай немересі Тедди, із-түзсіз жоғалған Александрдың мұрагері екенін айтып, оған өзі куәландырған құжаттарды ұсынады. Тедди Кэтринге оны өзі көрген ең сұлу әйел деп санайтынын айтады. Тедди мен Агнес үйге кіріп, Кэтринді бөлмесінен қуып шығады. Кэтрин Себастьянмен кездесуді аңсайды, бірақ ол қорқатынын айтып, оны көргісі келмейді. Кэтрин оған ғашық болған Теддиді үнемі көреді. Әйел өзінің Себастьяннан жүкті екенін біледі. Бұл жаңалықты сүйіктісіне айтқысы келген Кэтрин Теддиге қол жұмсайды. Бұл баланы қатты ренжітті, сондықтан ол үйден қашып бара жатқанда, Себастьян оны тоңазыған және әлсіреген күйде тауып алып, баланы сарқыраманың үстіне лақтырғысы келеді, бірақ бұған шыдай алмайды. Ол Теддиді үйге әкеледі. Бала қатты тоңып қалған. Себастьян білмей қызметшілерге бұйрық бере бастайды. Бұл Агнестің ашуын келтіреді. Агнес жұмысшыны үйден қуып жібереді. Кэтрин оны көндіреді. Агнес науқас балаға күтім жасайды. Кэтрин оны ұйқысыз түннен кейін ұйықтауға көндіреді. Ол Себастьянды бөлмеге кіргізеді, және олар бірге Теддиді тұншықтырып өлтіреді. Осыдан кейін Кэтрин таң атқанша орындықтың жанында бетін сүртіп отырады, бақытсыз кейіпте. Анна келіп бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Кэтрин Себастьяннан орманға тығылуын сұрайды, және оның ұйықтап жатқанда қайтыс болғанын өзі дәлелдейді. Ауыл дәрігері бірнеше көгерген жерлерді байқағандықтан күмәнмен қарайды. Баланың денесінде көгерген жерлерді көрген дәрігерге Кэтрин оқиғаның нұсқасын айтады. Ол бірнеше минут ұйықтап қалды, ал оянғанда Тедди әлдеқашан өліп қалған. Тергеуші келгенде Кэтрин осы нұсқаны қайталайды. Бірақ Себастьян кенеттен бөлмеге кіріп, Тедди Александр мен Бористі өлтіргенін мойындап, бәріне Кэтринді кінәлайды. Сүйгеннен көңілі қалған Кэтрин тергеушіге Себастьянның күйіп жатқанын айтады. Жауап ретінде Кэтрин Себастьян мен Аннаны туыстарын өлтірді деп айыптайды. Таңертең саңырау құлақ терген Анна екенін айтып, қайын атасы қайтыс болар қарсаңында Себастьянды Борис соққыға жыққанын айтып. Ал Кэтриннің өзі Теддимен көп уақыт өткізіп, оны өлтіре алмайтынын, өйткені бала өзінікіндей болғанын айтады. Агнес оны үнсіз қолдайды. Анна Кэтриннің жүкті екенін біледі. Ол оны аяп дәлелдермен үнсіз келіседі. Себастьян мен Анна түрмеге түседі. Кэтрин жалғыз, қаңырап бос тұрған үйдің қожайыны болып қалады. Фильмде бай отбасынан шыққан мұрагері бар ыңғайлы жігіт Кэтринге бір тамшы бақыт әкелмеді. Бірақ оның істегенінің бәрінің сұрауы бар екені белгілі. Осымен фильм аяқталды достар, каналға жазылып қолдап кетіңіздер.